Барлықтарыңа сәлем, сіздермен мен Динара. Бүгінгі видео менің ойым түйіндемем туралы, және жақында 17 тамыз күні 16 жасқа толамын. 15 пока. Сонымен осы кезге дейінгі түсінген ойым 15 факт туралы бүгінгі видео. Бірінші, әрқашанда ұйқыны таңдаңыз, себебі түнде Instagram, WhatsApp, соның барын ұйқы жоқ көбімізге. Таңертең әрине тұра алмаймыз. Сондықтан өз уақытында жатып, өз уақытында тұрған бұл міндетті түрде бұл өте дұрыс деп. Өте дұрыс. Екінші, әрқашанда ұйқыға 3-4 қоңырауды қойғаныңыз дұрыс. Неге? Себебі соның өзінде тұру бізге кейбір кезде қиын. 5-10 минут ұйықтайын, қазір тұрам деген тіптен болмасын. Өзіңізді соған қарай бағыттаңыз, және тұра алмай жатсаңыз міндетті түрде тез арада телефонды алып, Instagram бір жерлерді көріп, соның телефонның жарығымен оянғанда дұрыс. Ішіңіз пысқан кезде бұл үшінші идея. Блокнотты алып, өзіңізді идеяңызды, айналысқыңыз келген ісіңізді жазып, оны ары қарай жалғастырыңыз. Бұл уақытыңызды үнемдейді және екінші жағынан бір пайдалы іспен шұғылдануға мүмкіндік береді. Төртінші, қай жерде болмасын конфет алып жүріңіз, себебі бұл сіздің көңіл күйіңіздің шаттануына өте керемет ықпалын тигізеді. Бесінші, қай жерде болмасын телефоныңызды алып жүріңіз. Телефонның өзін емес, қуаттағышымен бірге. Ішінде зарядкасы болсын. Себебі мен қанша жерде болдым, әдем жерлерде, мен ол жерде суретке түсе алмай қалдым, себебі менде телефонды қуаттағыш болмады. Жарайды, Динара. Келесі. Алтыншы, отбасы. Әрқашанда отбасыңызбен қарым-қатынаста болыңыз, сөйлесіп тұрыңыз. Өзіңіз сенетін адамдар тек қасында, отбасыда бауырларыңыз, ата-анаңыз. Қаншалықты отбасы жағдай қиын болып тұрса да, бұл сізге отбасыңыздағы ең жылулықтың белгісі болып табылады, және өзіңізге дейін сенімділікке ұмтыласыз. Жетінші, достар туралы. Бір жылдың өзінде менде қаншама қызық сәттер өтті достар жағынан. Барлық достарға сенбеңіз. Сенсеңіз де тек қана ең жақын адамдарыңызға. Мен құсап барлығына достарыңызға ішіңізден ақтарып айтудың тіптен қажеті жоқ, себебі бұның барлығы уақытша, және менің түсінгенім осы. Сегізінші, әрқашанда адамдар проблемасы және бір жақсы өзінің ойлап жүрген заттар болады, мақсаты. Проблема қанша күйзеліске түссеңіз де, ол әрқашанда шешілмейді. Әрекет етпесеңіз ғана, одан да өзіңіздің мақсатыңызға қарай жол ашыңыз, соған қарай жүріңіз. Тоғызыншы, сіз біреуге ұнамайсыз ба? Бұл бәріне норм. Себебі барлығына ұнау бұл дүниеде мүмкін емес. Маған сеніңіз. Оныншы, үлкен жұмыс. Үлкен жұмыс әрине үйдің жұмысы емес. Қандай да бір жұмыспен айналыссаңыз, үлкен бір жұмысты қамтысаңыз, оның соңында міндетті түрде үлкен сыйы болады. Мысалы айтатын болсақ, бір жылдың ішінде қанша еңбектеніп, 5-іңді алып, немесе мектепті алайық. Ең соңында бір грамотамен болсын сізді марапаттайды. Сол сияқты кез келген жұмыстың артында үлкен жемісі жатыр. Бұл өмірлік тәжірибеден. 11-ші, әрқашан жақсы фильмдер көріңіз. Себебі жақсы фильмнің арқасында сіз өзіңізге ой түйіп, сіз өзіңізге тәжірибе алуыңыз мүмкін. Бұл сізге үлкен ықпалын тигізеді. Себебі жақсы фильмнің арқасында өмірлік сабақтарды аласыз. 12-ші, маска. Әрине косметикалық маска емес, қазіргі адамдардың маскасы. Себебі адамдардың бет бейнесі алдамшы. Бұл шындық. Одан да оған сенудің қажеті жоқ. 12-ші, оның орнына өзіңіздің ақылыңызға сеніп, ақылыңызды тыңдап, жақындарыңызбен пікірлесіп, өзіңізге сенгеніңіз дұрыс. Кешіріңіз, бұл 13-ші болды. 14-ші, әрқашанда жақындарыңызды қолдай түсіңіз, қандай жағдай болмасын. Себебі сіздің тарапыңыздан жақындарыңызға деген қолдау бұл ең керек нәрсе болып табылады. Жылулықтың белгісі, ең негізгі сезімнің бірі. 15-ші, ең бастысы өзіңізге сеніңіз. Өзіңіз бір істі айналыссаңыз, оны дұрыс деп қабылдасаңыз, ары қарай жалғастырыңыз. Себебі оны қолдайтында ең жақын адамдарыңыз, қолдайтын адамдар міндетті түрде табылады. Ал ел не демейді, әрқашанда құлату жолында болу мүмкін, немесе білмеймін,
әртүрлі сөздердің арқасында міндетті түрде әртүрлі заттар табылады. Өзіңізге сеніп, әрқашан алға қарай жүруіңізге тілектеспін. Бүгінгі менің 15 түйіндемем бітті, аяқталды. Бұл сізге ұнады деген ойдамын, және практикада қолданасыз деген ойдамын. Ең бастысы, көргендеріңізге үлкен рахмет. Барлықтарыңызға сау бол. Ендігі видеоға дейін.